Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бір күн әдеттегідей Бақтыгүл. Мен бүгін сіздерге осындай жұмсақ, оңай әрі дәмді осындай вафлидің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға 3 дана жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамыздың үстіне қантымызды саламыз. Қантымызды салғаннан кейін осылай вилкамен немесе венчикпен араластырып аламыз. Мінекей осылай араластырып алғаннан кейін үстіне бір кесе қаймағымызды саламыз. Қаймағымызды салғаннан кейін үстіне ерітілген сары майымызды қосамыз. Мен сары майды микроволновкада ерітіп алдым. Осылай сары майымызды салғаннан кейін миксермен жақсылап араластырып аламыз. Миксермен осылай бәрін араластырып алғаннан кейін үстіне ұнымызды салатын боламыз. Мінекей ұнымызды салдық. Оның үстіне бір шай қасық қопсытқыш саламыз, яғни разрыхлитель. Бәрін салып миксермен араластырып аламыз. Мінекей осындай бізде сұйықта емес, қоюда емес, осындай тесті шығатын болады. Мінекей тестіміз дайын. Енді вафельницамызды алдын ала қыздырып аламыз. Қыздырып ысытып алғаннан кейін жаңағы дайындаған тестімізді саламыз. Бір ас қасықтан осылай екі жағына да салып шығамыз. Мінекей осылай бір ас қасықтан саламыз, салып вафельницамызда пісіріп аламыз. Қызартып пісіріп аламыз. Осылай вафельницада 2-3 минутта пісетін болады. Тез әрі оңай осындай жұмсақ болып шығады. Сіздер де осылай рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтыны сөзсіз. Осындай әдемі жұмсақ вафлиларымыз шығады. Мінекей бір ас қасықтан салсаңыздар да жетеді. Достар, менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Осылай екі жағынан қызарып пісіріп аламыз. Мінекей біздің вафлиларымыз дайын. Осылай балаларыңызға жасап беретін болсаңыздар, тауысып жеп қоятын болады. Үстіне осылай құлпынаймен, сгущенкамен сәндеп шықтым. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Ал біздерге ас болсын.